Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, ТВК телеарнасында ашық әңгіме бағдарламасы мен Нұржігіт Тұманбаев. Бүгінгі біздің студияның қонағымен таныс болыңыздар. Ауа райын болжаушы Нұрғабыл Қозыбай. Саламатсыздар. Қош келдіңіз. Саламатсыздар. Көңіл-күйіңіз қалай? Құдайға шүкір, жақсы көңіл-күйім бар, жақсы. Оңтүстік жұрты мынау қазір қаңтар айы ысып кеткенге қарап, бүгін ертең көктем шығып кете ме деп күтіп отыр. Бұған не айтасыз? Биылғы жылы қой жылы қыс шаруаға жайлы болады. Биылғы жыл қыс шаруаға жайлы қатал емес болып өтеді деп айтқан болатын. Қазір енді 100% демей қойық, алдағын Алла біледі. Жалпы 50%-дан астам айтқандарым жобасы бәрі келіп, қыс жылы болып өтіп жатыр. Биылғы жылғы қыс жайында айтатын болсақ, алдағы күндерде тағы да 25 мен 29-дарына 25 мен жалпы 30-ның арасында қар жауатын болады. Қаңтар. Жаңбыр артық қарға айналатын болады, осы қаңтар айында. Қарға айналатын болады, бірақ ол да еріп кетеді. Көп ұзамай еріп кетеді. Ақпан айында да сондай 5 мен 9-ның арасында жаңбыр артық қар бар, ол да еріп кетеді. Жалпы алғанда осы алдағы күндерде енді қаңтардың соңғы 10 күндігінде және ақпан айында да қар жауғанмен оларда бәрі еріп кетіп, биыл аса қатты қыс жоқ. Қыс осындай шаруаға жайлы болып өтіп кетеді. Ал тағы бір биылғы қыстың ерекшелігі, әр жылғы қыстың өзі әр жылғы ауа райының ерекшелігі болады. Биыл қыстың ерекшелігі сол өте шаруаға жайлы болып өтеді және қыс ерте шығатын болады. Көктем созылуы мүмкін деген болжамдар айтылып жатыр. Көктем ерте шығатын болады. Мына қаңтардың ақпан айының соң жағына 25-нен ары қарай Құдай қаласа уже көктем қылаң беріп қалатын болады. Кейбір жылдар мына наурыз айының ортасына дейін қарлығаш жаңбырлар жауып созылып жатады, ал биыл ондай емес. Қалай наурыз айы келеді, көктем басталып кетеді. Бірақ негізінде табиғаттың заңы бойынша қай жылы қыс шаруаға жайлы болатын болса, қыс онша қатал болмайтын болса, ол қыстың соңы созылады. Созылғанда қалай? Мысалы, наурыз айы, көктем айы, наурыз айында кейбір жаңбырлар жауған кезде артынан шамалы қар жауып кетуі мүмкін, немесе артынан үсік болуы мүмкін. Былтыр естеріңізде болатын болса, былтырғы жылы. Енді алдыңғы жыл десек те болады, немесе былтырғы қаңтар ай, 2015 қаңтар мен ақпан айларында былтырда жалпы қыс шаруаға жайлы болып өтті дағын, ең соңында наурыз айының 30-дарына қарай күтпеген жерден қар жауып кетіп, көптеген гүлдеп қойған мына сарыөрік, басқа шабдалы бәрі үсіп кеткен болатын. Биыл тағы да мына қыс шаруаға жайлы болғандықтан соңы созылып, аяқ астынан кейбір күндері үсіктер болып, тағы да биыл көптеген ерте гүлдеген жеміс ағаштары түсіп кетуі мүмкін. Қолайсыз ауа райы күтілуі мүмкін. Қолайсыз ауа көктемде күтілуі мүмкін. Және дәнді дақылдардың өсіп жетілуіне де бір кері әсерін тигізу мүмкін бе, себебі ылғал аз түсіп жатыр ғой? Жоқ, мынау жалпы ылғал жағын айтатын болсақ, биылғы жылы ылғал өте жоғары. Мынау әсіресе ноябрь айында ылғал өте көп түсті биыл. Желтоқсан айында да ылғал өте көп түсті. Қазір жерде ылғал өте жоғары. Тек ал енді мына кейбіреулер айтып отыр, мына күздік үсіп кету, қар жоқ болғандықтан күздік үсіп кетуі мүмкін ба деп. Күздік егерден қар жоқ болғанмен қатты үсік, қатты аяз болатын болса ғана үседі, ал биылғы жылы қатты аязда болмайды, Құдай қаласа. Демек күздіктер үсе қоймайды. Тек қана сол көктем ерте шығатта, көктемде үсіктер болуы мүмкін. Аяқ астынан кейбір күндері наурыз айында немесе тіпті сәуір айында қарлығаш жаңбырлар жауып кетуі мүмкін. Соның салдарынан мына жеміс ағаштары ғана үсіп кетуі мүмкін. Кейбір үлкен кісілер айтып жатыр, яғни дәл осындай оңтүстікте қыстың бірден осылай қаңтарда да жып-жылы болып тұруын есімде жоқ қай кезде болған дейді. Енді мен мұны осы ауа райы туралы болжамдарды негізі көптеген шал кісілерден жинағам. Өзім бірнеше болжам білсем, сол кісілерден жинап, сол кісілермен сөйлесу арқылы қорымды көбейткем. Кезінде ауылды аралап жүріп көптеген болжамдар жинаған. Сол кезде қазір өмірден өтіп кеткен болуы да мүмкін. Ол кісілердің бір өте қарт кісілер маған айтқан болатын. Осыдан бір 70-80, мүмкін 100 жылдай бұрын тіпті қыс болмаған күндер болған. Қыстың күні сиырдың тезегін жинап жүрген кезіміз болған. Қар жаумаған ғой. Тіпті қар жаумаған. Қар жаумай малдың бәрі өрісте жайылып жүрген. Өріске шығып
да ауылдан шығып сиырдың жайылып жүрген сиырлардың қатқан тезегін жинап көмірдің орнына отқа келіп жағатынбыз деп бір маған шал кісі айтқан болатын. Демек бұндай қыс болмайтын жылдар бір 100 жылда ма немесе 70-80 жылда ма 50 жылдан ары қарай қайталанып отыруы әбден мүмкін. Бірақ экологиялық бұзылу деп айта алмаймыз, Жоқ, ол экологиялық бұзылуға жатпайды. Ал бірақ жалпы жердің бетінің жылып келе жатқан, жылдан жылға жылып келе жатқаны ол рас. Ол енді жердің бетінде заводтардың түтін бөлуінен, әсіресе ең көп түтін мен көміртегін бөлетін ол мына машиналар екен. Осының салдарынан жердің беті жылдан жылға 0,5 градус шамасында жылып келетқаны ол анық. Бірақ ол жылу әлі 20-30-50 жылдан кейін 50 жылға дейін әлі созылуы мүмкін. Енді қазір Шымкент орташа қыста алатын болсақ 15-20 градус, ең қатты деген суық біздің Шымкентте 15-20 градустай ғана болады. Ал енді жарты градустан жыли беретін болса, енді 40, енді 50 жылдан кейін тағы да 20 градустай қосылуы мүмкін, әбден мүмкін. Демек, енді бір 40-50 жылдан кейін Шымкентте қыс болмайды деп айта беруге толық болады. 40-50 жылдан кейін Шымкентте қаңтарда түнгі температура плюс 10-11-ді 15-ті көрсетуі әбден мүмкін дейсіз ғой. Енді 50 жылдан кейін дәл өстіп жыли беретін болса жарты градустан. Өздеріңіз есептеп көретін болсаңыздар, енді 30-40 жылдан кейін тағы да 15-20 градус қосылады. Демек, енді 50 жылдан кейін Шымкентте қыс болмайды. Оны қазірден айта беруге болады. Сондай болжам жасай беруге болады. Бірақ жаз қатты ыстық болғандықтан 2015 жылдың жаз ыстық кезінде қыс қайтарымын жасайды, күн суық болады, дайындалыңдар деп біраз сақтық шараларын айтқан еді. Енді біздің негізі біздің қазақ ата-бабамыз әу баста ауа райын болжай білген кісілер. Біз революцияға дейін біздің қазақтың арасында ауа райын болжайтын кісілер өте көп болған. Мысалы қазақ жаңағы өмірден, мақал мәтелдің бәрін өмірден көріп айта берген болса, осы ауа райы туралы, малдың жағдайын жасап жүріп, ауа райы туралы болжамдарды, өмірден көрген нәрселерін, ауа райы туралы болжамдарды айтып кете берген. Сондықтан сол болжамдардың кейбір біздің арамыздағы шал кісілер, көпті көрген кісілерде сол болжамдардың бір 10 шақты, 15 шақтысын білетін кісілер бар. Сондай кісілер жағы жаз ыстық болатын болса, жаз өте қатты ыстық болды, қыс суық болады деп болжамдар өздігінен болжам жасай береді. Бірақ ол тек қана бір болжамға сүйеніп қоюға болмайды. Егер нақты ауа райы туралы болжам жасаймын десеңіз, сіз бір 100-ге жуық, 100-дің үстінде болжамдар білуіңіз керек. Солардың бәрін бір жерге әкеліп түйістіріп, нәтижесін шығаруыңыз керек. Сонда ғана дәл болжам жасауға болады. Ал тек қана бір болжамды айтып, соның соңында кете беретін болсаңыз, онда қателесуіңіз әбден мүмкін. Жалпы біздің ата-бабаларымыз жаздағы ыстықтың қыста аяз болып қайтып айналып келетін білген. Соны жалпы жылды біздің ата-бабамыз ауа райын болжаушы кісілер жылды екіге бөлген. Жаз айлары қайтып айналып келетін білген дағын жаз айлары, қыс айлары деп екіге бөлген. Жаз айлары деп бізде мысалы жылда күннің екі мәрте күннің теңесетін күні бар. Ол 22 наурыз бен 22 қыркүйек. 22 наурыз бен 22 қыркүйектің арасын жаз айлары деп алғанда, 22 қыркүйек пен 22 наурыздың арасын қыс айлары деп алып, 385 күнді екіге бөлген, 183 күннен. Осы күндердегі ауа райының бір-бірінен жағы керісінше болып келетін білген ата-бабамыз. Соған қарап есеп жүргізген. Ал енді ол жалпы олайда жасауға болады, олайда келеді негізі, жобасы келеді. Бірақ енді дәл болжам жасау үшін басқа да көптеген нәрселерге сүйену керек. Енді мысалы биылғы жылдың негізінен қыстың жылы болып келіп атқан себебінің негізгі себебі ол биылғы жылдың қой жылы болып тұрғандығында. Ал енді кейбіреулер айтуы мүмкін, қазір қой жылы емес қой, мешін жылы кіріп қойды деп. Негізінен әу баста мынау жылды, календарды, күнтізбені мынау шығыс ғалымдары, Азияның ғалымдары ойлап тапқан. Олар табиғи заң бойынша есептеген айды. Қай күні ай туатын болса, сол күнді айдың бірінші күні, бірінші жұлдызы деп алған, бірінші числосы деп. Сөйтіп, келесі жаңа ай көрінгенге дейін бір ай деп есептеген. Осылай табиғаттың заңымен есептеген, бір ай күн, мысалы, келесі күн, жаңа күн шыққанға дейінді күн деп атасақ 24 сағатта, ай деген содан шыққан.
жаңа туғаннан келесі жаңа туғанға дейін аралықты 30 күнді бір ай деп алған. Дәл осылай табиғаттың заңымен есептеген кезде біздің шығыс ғалымдары, әл-фарабилеріміз 10 күнге қате кеткен. Ол қате кеткен қазір әлі күнге дейін мұсылман календары сол ай бойынша жүреді. Қате кеткен мынадан ақ білуге болады. Мысалы, жыл сайын ораза айы 10 күн ерте келеді. 10 күн алға жылжып кетеді. 10 күн ерте бастаймыз ораза айын. Сол бұрынғы ескі календармен мұсылмандар әлі күнге дейін жүріп отырдағыны, мына қазіргі Григориан календармен салыстырсаңыз 10 күн ерте келеді. Осы 10 күнге қате кеткен. Дәл қазіргі кезде біз европалықтардың ойлап тапқан Григориан календарымен, Григориан күнтізбесімен жүріп отырмыз. Ол дәл календар. Ал енді осы жерде мысалы жаңағы Григориан европалықтар жаңа жылды Григориан календары бойынша 1 қаңтарға қойған. Ал енді шығыс халқының есебі бойынша жаңа жыл 22 наурыз. Енді ал европалықтарда жыл санау деген жоқ. Ол жыл санауды біздің шығыс халқы ойлап тапқан. Тауық жылы, қой жылы, мешін жылы дегенді шығыс халқы ойлап тапқан. Демек, бұл түсінік, бұл ғылым тек шығыс халқында. Сондықтан да ал шығыс халқы бойынша жаңа жыл 22 наурыздан бастап кіреді. Демек, бұл жыл санауды шығыс халқы ойлап тапқандықтан жаңа жыл, жаңағы қой жылы немесе мешін жылы 22 наурыздан бастап кіреді. Демек, дәл қазір әлі бізде жағы қой жылы жүріп жатыр. 22 наурызға дейін қой жылы жүріп жатыр. Мешін жылы 22 наурыздан кейін күн мен түн теңескеннен кейін ұлыстың ұлы күнінен бастап кіреді. Демек, жыл атауларда ауа райына бір өзінің әсерін тигізеді деген сөз ғой. Тағы да бір айтып кететін нәрсе осы жерде. Біздің ата-бабамыз ауа райын есептеген кезде жаңа айттым ғой, жаздағы аптап ыстықтардың қыста аяз болып келетінін білген. Бір жылдың екі рет қайталанатын, екіге бөлініп. Бірақ кейде олай болмай қалады. Кейде болмай қалады. Ал енді тағы да әрбір жаңбырлы жылдың, әрбір құрғақшылы жылдың әр 4 жылда айналып келетінін білген. Әрбір 8 жылда қатты құрғақшылы жылдың, қатты жаңбыр жылдың айналып келетінін білген. Ал енді әрбір 12 жылдан кейін ыстық пен суықтың айналып келетінін білген. Сөйтіп, әрбір 12 жылдан кейін ауа райы айналып келетін білгеннен кейін, әрбір 12 жылдың, сол 12 жылдың қай жылы, қай жануардың мінез құлқына ұқсас болса, сол жануардың атын берген, сол жылғы ауа райына. Мысалы, қой өте момын жануар, шаруаға жайлы болатын жылға қойдың атын берген. Боран көп болып тұратын жылға жыланның атын берген, жылан сықырып тұрады. Ал енді қыс қатты болатын жылға мешіннің атын берген. Демек, келесі жыл мешін жылы қыс қатты болады деп қазірден ақ болжам жасай берсек болады. Демек, сіздің осыншама түрлі болжамдарыңызды жинақ ретінде қай жерден көруге болады? Енді бірақ әлі басып шығарған жоқсыз. Басып шығарған жоқпын. Енді мен ең біріншіде жаңағы әлде құпия сақтайсыз ба? 7-ші жоқ, құпия сақтайтын ештеңесі де жоқ. 7-ші сынып, 8-ші сынып оқитын кезімде осы болжамдарды, ауа райын болжаммен қызығып бастап жинай бастаған болатын. Күнделікті жазып отырасыз ғой сонда? Жинай бастадым болжамдарды. Және күнделікті өткен ауа райының бәрін жазып отқан болатын. 83 жылдан бастап. Содан бері қарай 100-дің үстінде болжамдарды жинағам, 100-дің үстінде болжамдар білем. Соған сүйеніп алдын ала ауа райын айта беретіндей жағдайға жеттім. Қанша пайыз? Енді 100% деп айтуға болмайды әрине. Кейде 90%-ға дейін алдағын Алла біледі себебі. Кейде 90%-ға дейін де дәл кеп қалатын кездер болады. Жалпы айтқанда 50%-дің үстінде мен айтқандарым келеді. Қазгидрометтің мәліметіне қаншалықты сенесіз? Қазгидрометтің несіне, болжамына сенуге болады. Өйткені жақын күндерге. Себебі оларда пәленбай техника бар. Осы техника және табиғаттың заңы бойынша бұлт батыстан шығысқа қарай қозғалады. Олар сол техниканың күші арқылы, мына космостан қарау арқылы, мысалы батыстан келе жатқан бұлтты көріп отыр олар. Мысалы Қазақстан бойынша пәленбай барлық облыста, әр аудандарда ауа райын болжайтын орталықтар бар. Соны қадағалап отқан адамдар бар. Солар жаңағы өздерінің құралдары арқылы, мысалы Ақтауда, біздің батыс жағымыз Ақтауға келіп жел келетін болса, немесе бұлт келетін болса, бұлт келді, жел келді, сағатына мынанша километр жылдамдықпен кетіп бара жатыр деп орталық Қазақстан бойынша орталыққа хабарлап отырады. Ол басқа Қазақстан бойынша таратып отырады. Демек, олар келе жатқан бұлтты көріп тұрып айтып отыр. Ал енді бұлт Ақтаудан бері қарай бізге көп болса
бір жарым күн ғана жүру мүмкін сағатына қарай. Демек олар бір күн, 2 күн, 3 күндік ауа райын дәл айтады десек болады. Ал енді кейде ол кісілердің айтқандары 2-3 күндікі де келмей қалып жатады. Келмей қалып жататын себебі, мысалы жаңағы келе жатқан бұлтты басқа жақтан жел тұрып, басқа жаққа айдап кетіп қалуы мүмкін. Циклонда басқа жаққа айдап кетіп қалуы мүмкін. Сол кезде мысалы ертеңіне жаңбыр жауады десе, ол кісілердің айтқандары келмей қалады, жаңбыр жаумай қалады. Өйткені бұлт басқа жаққа кетіп қалды. Бірақ негізінен ол кісілер мына көріп тұрған нәрсені айтып, келе жатқан бұлтты көріп тұрып айтып жатқандықтан сену керек. Енді 2-3 күнге дейінгі, 1 аптаға дейінгі ол кісілердің болжамдары дәл келіп жатады. Ал енді ол кісілер ұзақ мерзімге 10 күннен ары қарайға болжам жасаулары қиын. Себебі бұлтта шекара жоқ. Ол үшін олар тіпті біздің батыс жағымыздағы, Европадағы бұлтты көретіндей жағдайда болу керек. Ондай дәрежеге Қазақстан жеткен жоқ. Бірақ оны интернет әрине айта алады. Дүниежүзі бойынша 10-15 күнге болжамды олар дүние. Олардың да ұзақ мерзімге жасаған болжамдар, жақын араға жасаған болжамдарына сенуге болады. Өйткені бұлт жақын келгендіктен. Ал енді ұзақ мерзімге жасаған болжамдары көбінесе айнып кетіп жатады. Оның себебі де жаңағыдай бұлт басқа жаққа кетіп қалуы мүмкін. Сіз қанша мерзімге болжам жасай аласыз? Ал енді біздің ата-бабаларымыз жаңағы халықтық болжамдарға сүйеніп, біздің ата-бабаларымыз қой бағып жүріп, 1 жылға дейін болжам жасай беретін болған. Ал біз енді жаңағы бұлтқа қарау деген бізде енді әрине ол некен саяқ, аз ғана жасаймыз. Біздің ата-бабаларымыз табиғаттың заңын білген, табиғаттың заңын түсінген. Мысалы, өл арада күн бұзылады, 9-та күн бұзылады деп жатады. Сол айда өл араның қай күні, 1 айда 3 мәрте ауа райының бұзылатын күн бар. Оның бірі өл ара 9 және ескі айдың 20-сы дейді. Осы күндер қай күні келеді, қай күні келетінін білетін адамдар бар. Ал енді сол күндердің 1 жылға дейін қай күндері келетінін 1 жылға дейін есептеп отырып, сызып есептеп шығаруға болады. Демек, жалықпай отырып, 1 күн, 1-2 күн уақытыңызды бөліп есептеп шығаратын болсаңыз, 1 жылға дейінге болжам жасап тастауға болады. Ол үшін бірақ жаңағы өл араның қай күні келетін алдағы айларда, әр айда өл ара 1 күнде келе бермейді, 9-та 1 күнде келе бермейді, олар жылжып отырады. Соны қай күнге қанша күн жылжитынының бәрін есептеп шығаратын болсаңыз, 1 жылға дейін болжам жасауға болады. Сіз есептеп шығарасыз ғой? Есептеп шығара беремін мен есептерін білемін. Ал енді қай жылдың жаңбырлы, қай жылдың құрғақшылық болатын білгіңіз келсе, 4 жылда айналып келетін белгілі олардың, сол 4 жылды есептеп алдын ала шығаруға болады. Ал енді қай жылдың ыстық немесе суық болатын білгіңіз келсе, жаңағы 12 жылға санап, 12 жылдың есебі бойынша, оны да бірнеше жыл бұрын жобалап болжауға болады. Кейде айтып жатады, қарлығаш егер жер бауырлап ұшатын болса, жаңбыр жауады. Күн қызарып батса, ертесіне ыстық болады деген сияқты халық арасында түрлі болжаулар бар. Сіздің болжауларыңыз осыған ұқсас па? Сіз қалай болжайсыз? Енді бұл болжамдардың бәрі халықтық болжамдар. Біз осы халықтық болжамдарға сүйенеміз. Бұл болжамдардың көбісі жалпылама айтылып кеткендағыны бізге дейін дәл жетпеген болжамдар көп. Мысалы, күн қызарып батса, ертеңіне күн ыстық болады дейміз. Негізінде ондай емес, күн қызарып батса болды, ертеңінде күн ыстық бола бермейді. Кейде жаңбыр жауып тұрады. Кейде жаңбыр жауып кетеді. Ал сондықтан бұл болжамның дәл кейін өзім зерттеп көріп, ол болжамның қандай айтылған жағдайда дәл болатындығын шығардым. Егер күн қызарып батып, аспан ашық болатын болса, сонда ғана жаз айлары болса, ертеңінде күн ыстық болады, қыс айлары болса, ертеңінде күн жылы болады. Ал егер күн қызарып батқанмен аспан бұлттанып тұратын болса, ертеңінде жаз айы болса жаңбыр, қыс айы болса қар жауып кетуі мүмкін. Ал енді жаңа қарлығашты айтатын болсақ, егер жаңбыр жауады, қарлығаш дегеніміз өте нәзік құс. Егер жаңбыр қатты жауатын болса, қарлығаштар ұшамай қалады, ұясынан ұшамай қалады. Тіпті 1 апта жаңбыр жауатын болса, қарлығаш ұясынан шығамай, аштан өліп қалуы мүмкін. Сондықтан да мына жаңбыр жауатын ол қарлығаштар алдын ала сезеттағыны, жаңбыр жауардың алдында қарлығаштар аспанға ұшып шығып, жағы олар көбінесе мынау немен жәндіктермен қоректенеді, шыбын шіркей жәндіктермен қоректенеді. Аспанға ұшып, қайта ерсілі қарсылы ұшып, шыбын шіркейді қағып жеп, қарын тойдырып жүреді. Егер қарлығаштардың далада көктем айында, мысалы, жаз айында далада үйлердің төбесінде бұлай да қайта ерсілі қарсылы ұшып жүргенін көретін болсаңыз, онда ертеңіне немесе арғы күн жаңбыр жауады деген сөз. Кейде ай қораланса, айлығында жей деп жатады. Ай қораланды деп қандай кезде айтады?
ай тұрған кезде кешке қарай немесе түнге қарай далаға шығып ай тұратын болса, оның айналасының бәрі шеңберленіп қалатын болса, жаңа ай қораланды дейміз. Егер ай қоралатын болса, айылыңды жи деген сөз, ай қоралатын болса, жақын арада 2-3 күннен кейін күн суытады деген сөз ол. Енді осындай болжамдарды бір үйренем деушілер бар ма? Өзіңіз біреулерге бір үйретіп жатсыз ба? Мен енді осы мүмкін ауа райын болжамас. Сабақ алам деушілер бар ма деген? Әзірге жоқ ондайлар. Ешкім қызығып жатқан жоқ па? Қызығып жатқан мен әзірге ешкімді көріп жатқан жоқпын. Ал енді оны адамдардың әркім өзі біледі. Өзінің қызығушылығы өзінің қызығушылығы білер. Ал енді мен осында мектепте оқып жүргенде қызығып осы болжамдарды жинаған болатын. Енді соның арқасында мен ауа райын болжай алатындай қабілетке жеттім. Енді Қазақстанда біз 2-ақ ауа райын болжай алатын адам бар едік. Біреуі Алматыда тұратын Назарбек Қожамсейіт деген кісі. Жақында ол кісіден мен көп біраз нәрселер үйренген болатын. Және өзіміздің ауданда бір шал кісілерден де біраз болжамдар жазып алған болатын. Ал енді ол кісі Назарбек Қожамсейіт деген кісі қазір қайтыс болып кетті. Енді қазір мен Қазақстанда жалғыз өзім бір ғана ауа райын болжай алатын адам қалдым. Енді мысалы осы ауа райын болжауды үйретші деп қызығушылық тудырып жатқан мен әзірге бір адамды көрген жоқпын. Егер де сондай адам жастардан болмаса басқа шығатын болса, мен бұның құпия ештеңесі де жоқ. Бұл ата-бабамыздың байлығы, халқымыздың жасап кеткен болжамдарын мен үйретуге дайынмын. Кімдер қоңырау шалып, қай жақтан көмек сұрап жатады? Маған негізден ауыл жердің, енді қаладан да қоңырау шалып жататын адамдар болады, бірақ енді қаладан қоңырау шалған адамдардың сұрақтары енді жеңіл-желпі сұрақтар, жақын араға қойылатын сұрақтар. Көбісінің сұрақтары пәлені күн той өткізсем бола ма, сол күні ауа райы бұзылып кетпей ма, немесе құрылыс жүргізіп жатырмын, үй салып жатырмын, төбесін жауып алсам бола ма деген сияқты сұрақтар қалалықтар. Ал енді негізінен маған сұрақтарды ауыл жердің адамдары қояды. Мысалы, ауыл жердің адамдары қазір нарықтық экономиканы білесіздер, барлық егін егетін болса, барлық егінге кететін барлық шығымды, тұқымды, жанар-жағармайды бәрін қалтасынан шығарып шығындалып үлкен қаржыға жұмыс жасайды. Ертең егіні шықпай қалатын болса, шығынға кетіп банкрот болуы мүмкін. Сондықтан да олар алдына екпей жатып көптеген адамдар ойланады. Мысалы, күздің күні күздік егетін болсақ, келесі жыл жаңбырлы бола ма, құрғақшылық бола ма, егінім шықпай қала ма деген сұрақтар қояды. Мен қолымнан келгенше жауап беремін оларға. Және көктемде егін егетіндер де сондай сұрақ қойып жатады. Көктемде егісек құрғақшылық болып кетіп шықпай қалмай ма, егінімізді алып аламыз ба деген сұрақтар қойылып жатады. Және көктемде әсіресе мақта егетіндер, мақта зауытының директорлері, оларды енді көптеген мақта зауытының директорлері көптеген шаруаларды біріктіріп, соларды қаржыландырады. Сондықтан да сол кісілер және мақта егетін кісілер, егер мақта дегенде өте нәзік өсімдік. Егер мақтаны еккеннен кейін артынша жаңбыр жауатын болса, жердің беті тоң болып қатып қалады дағыны, мақта ол тоң болып қатып қалған жерде тесіп шыға алмай, сол астында шіріп кетеді мақтаның дәнегін. Шаруа шығынға батады. Шықпай қалады, шаруа шығынға батады. Сондықтан да көктемде, әсіресе көктемде мақта егетіндердің бәрі хабарласып жатады, ауа райы қалай болады деп. Мен енді оларға қолымнан келгенше жауап беріп, бәріне қанағаттандыруға тырысып жатамын. Бірақ енді осы сізді ашық әңгімеге шақырардың алдын, интернетті ақтардым, жан-жақтан іздестірдім, байланыс телефоныңызды тауып өзіңізбен хабарласу үшін. Шаруалар қақтан табады сізді? Арнайы сайт ашу болмасы бір орталық құру ойыңызда жоқ па? Менің енді өзімнің басқа да айналысып жатқан жұмысым болғандықтан және уақытым өте тығыз болғандықтан көп нәрсеге уақытым жетпейді. Сондықтан да әзірге ондай ойымда жоқ. Бірақ негізінен мен ауа райын болжаумен, жаңа айттым ғой, мектепте оқып жүргеннен айналысып келе жатырмын да, менің сол 88-89 жылдардан бастап мақалаларым шыға бастаған газет беттерінде. Сондықтан да менің сол кезден бастап телефондарым көптеген газеттерде берілген. Мен сол кезден бастап шаруалардың бәрі менің телефонымды біледі. Өзгермеген сол телефон. Одан кейін мені қажет ететін шаруалардың бәрі менің телефонымды біледі деп ойлаймын. Өйткені барлығы да мені қажет етіп кеңесім сұраған шаруалардың бәрі да менімен өздері телефонымды біліп, тауып хабарласып жатады. Қызмет тегін ғой, жоқ әлде ақыл ма? Енді кейбір жалпы айтқанда мен қарапайым халықтардың бәріне тегін кеңес беремін. Ал енді кейбір үлкен шаруалар, мысалы үлкен
аграрлық үлкен шаруалар болмаса мақта зауыттың директорлері өздері осындай көмек көрсетсең келісім шартқа отырайық, біз сені қаржыландырайық деп жатады. Тек сондай кезде ғана мен ақылы қызмет көрсетуім мүмкін. Әйтпесем негізінен менің қызметім тегін. Мынау алда келе жатқан наурыз айын алатын болсақ, Құдай қаласа көктем ерте шығатын болады. Наурыз айда жалпы кейбір күндерді айтпасақ, жалпы наурыз айы жылы болып өтеді. Және алдағы келе жатқан жылда осы наурыз айында жауын шашын ауыздау болады деп қазірден күтіп отырмыз. Жалпы наурыз айын біз көктем деп қазірден ақ көктем болады, көктем шығады деп қазірден есептей берсек болады. Сұхбатыңызға көп рахмет. Еңбегіңіздің жемісін көре беріңіз. Айтқандарыңыз келсін.